People act. People act. Сәлем достар, сіздермен бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі менің түсіріп отырған видео менің басымнан өткен мектептегі оқиғалар жайлы айтатын боламын. Менің арнамда 4000 тіркелуші жиналды. Бұл өте көп мен үшін сан, барлықтарың өте көп рахмет. Алда біз 4000-нан да көп, 4500, 5000 подписчик жинаймыз деген ойдамын. Яғни 5000 тіркелуші жиналғанда мен конкурс жасаймын, сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал олай болса видеоға көшейік. Ең алғашқы оқиға ол осыдан 9 жыл бұрын болды. Яғни мен ең алғашқы мектепке барған кезімде мен гимназия мектебіне бардым. Мен мектепке кешігіп бардым, 7 жасымда нөлевой оқыған жоқпын. Сентябрь күні келдім. Осылайша уақыт өте берді. Менің мұғалімнің аты болды. Менің мұғалімім басында өте жақсы мұғалім болды. Маған яғни бүкіл мектеп классқа жақсы қарайтын. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін ол жаман бола бастады. Мүмкін ол бізді қорқытқысы келмеген шығар басынан бастап. Және ол күнде айқайлап бастады, бірақ неге екенін білмеймін, ол тек қана маған көп айқайлады. Өйткені мен басқа балалар секілді просто отырған жоқ, мен әрдайым сабақ істейтінмін. Яғни мен активист болатынмын, әрдайым апайға мынау былай ма деп айтатынмын. Яғни мүмкін апай соны жақтыртпаған шығар. Ол мені әрдайым жұлқылап, итеріп, мен тексерткісі келмей сөйтетін болған. Және біраз уақыт өткеннен кейін, бірінші немесе екінші тоқсан бітетін кезде біз дәптеріміз болатын, сол дәптердің ішінде заданиялар болатын, олар барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірінші класс оқығандар. Соның ішінде тапсырма істеп болып, мен бірінші істеп болып, апай артта отырған болатын, бақылау жұмыстарын тексеріп. Сосын мен қасына барып, мінеке болдым дедім. Жерде бір есеп дұрыс болған жоқ. Сосын апай мен алып, былайынан алып, бүйтіп жұлқылап, сен неге ол есепті дұрыс жасамадың, ол олай шығарылмайды деп маған айқайлап бастаған болатын. Яғни дәл осы күнге апай біздің мектепке, яғни классқа ата-аналар жиналысы болады деген. Сосын менің мамам тезірек, яғни ертерек келген, өйткені жұмысы болғасын. Сосын кабинетке кіріп келе жатқан кезде апайдың мені жұлқылап ұрып жатқанын көріп қалды да. Сосын ары қарай өздеріңіз білген шығарсыздар не болғанын. Сосын мамам мені алып сразу директорға барды. Сосын директордан мені босатып алуды сұрады. Директор неге кетпесін, ол өте жақсы бала, сабағы жақсы оқиды деді. Ол апайдың істегенін айттық, және одан кейін ол апаймен не болғанын білмеймін. Келесі оқиғаға көшейік. Келесі оқиға менің 5-ші сыныбымда болған шығар. Және мен өзімнің өмірімде 1, 2, 3, 4 мектеп ауыстырған шығармын. Өйткені ол менің жаман поведением емес, просто бір жаққа көштік. Бір жаққа көшкеннен, яғни көшудің себебі мектептер ауыстырдым. Сондықтан мен басымда көп оқиғалар өткен. Ол менің Қызылордада оқыған кезімде болды. Яғни мен Қызылордада ауылда оқыдым, әжемнің қасында тұрғанда. Ол мектепте бізде қазақ тілін беретін апай болатын. Ол өте жаман, әрдайым айқайлай беретін, түсінбейтін. Бірақ иногда ол мен жақсы көріп, маған жақсы баға қойып тұратын. Яғни айтқанымда мен мектепте әрдайым активист болатынмын, және апайлар да мені жақсы көретін. Сосын бір күні ол апай маған Фариза Оңғарсыноваға өлең жазып келіңдер деген болатын, яғни маған айтқан. Сосын мен үйге барып, ұзақ ойландым, интернетті ақтардым, өзімнің ойымнан әйтеуір 4 шумақты құрастырып алып бардым келесі күні. Сосын оны ана апай оқыды да, ұзақ қарап тұрды, алды да жыртып мен бетіме бұлайынан лақтырып жіберді. Сосын мен әрине үндеген жоқпын, сосын деп тұрдым. Содан кейін біздің мектепте, яғни класста тағы да бір оқиға болып қалған. Мен бір баламен сөзге келіспей қалған болатынмын. Ол жерде мен емес, ана бала кінәлі болған. Сосын апай оған ұрсудың орнына маған ұрсып, яғни соның сабағы болғандықтан, сенің басың жасай ма, не болды, анау мынау деп. Әрине кішкентай болғасын бүйтіп жаймен бүйтіп жылап бастадым. Сосын сенің басыңды ешкім шауып алайын деп жатқан жоқ, жылама деп айтқан болатын. Яғни ол апаймен менің жаман кездерім өткен. Ал енді менің келесі оқиғама көшейік. Мен қазір жерде кішкене жарық қылайын. Сосын мен 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін мен үздік болдым, яғни кілең 5 грамоталарым бар. Бірақ мен әрдайым оған көмектесіп тұратын, және апайлар мені көмектескенімді біле тұра, менің бағамды төмендетіп, оған бағасын бүйтіп жоғарылататын. Және әрине мен айттым, неге олай істейсіздер деп, бірақ апай мен әрдайым сөзімді жоққа шығаратын болды. Сосын бір күні мынандай оқиға болды. Біз информатикадан PowerPoint-та слайд жасап жатқан болатынбыз. Сосын апай бізге жарты сағат уақыт берген. Сосын мен қасында отырған бала менен көмек сұраған болатын, қалай істейді деп. Сосын мен соңғы өзімнің 5 минутымды соған арнап, соған көмектесіп жаттым. Сосын апай болды, 30 минут өтті деді. Ал менде слайд, яғни 2 слайд жасалынбай қалды. Сосын апай тексеріп жатқан кезде, ана балаға молодец деп 5 қойып берді. Ал мен оның почти барлық слайдын мен жасап берген болатын. Сосын маған келіп,
сенің слайдың аяқталмаған, шикі, жаман, саған негізі 3 қою керек, бірақ бағаңды көтермелеп 4 қояйын деді. Сосын мен ана апайды бүкіл өміріме дейін жыным келіп кетті. Бастарыңызда осындай оқиға өтсе астына жазып кетіңіздер, және осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса жоғары белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де осы видеода біз 450 лайк жинайтын болсақ, онда мен өзімнің басымнан өткен өте қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын, шынымен де. Сондықтан осы видеоны лайк басып қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.